Мен 1986 жылы мамыражай көктемде еліміздің оңтүстік өңірінде дүниеге келдім. Отбасымызда ата-анам, ағам, інім және сіңілім бар. Балалық шағым керемет өтті деп айта алмаймын. Дегенмен ел қатарлы өсіп жетілдік. Барлығымыз балабақшаға барғанбыз. Балалық шағымызда әкемнің араққа тойып, үнемі ішіп жүргенін көріп өстік. Кейбір кезде әкем балабақшадан қызу күйінде алып кететін. Бір жерде жоғалып немесе қалып кетпей әйтеуір үйге келетінбіз. Анам дүкенде сатушы, әкем бастапқыда ауыл әкімінің жүргізушісі болған екен. Кейін әртүрлі жұмыстарды істеп жүрді. Әкем мен ес білгелі ащы суға әуес болды. Үйге қызу болып келетін күндері көп еді. Ондай кездері қорқынышпен күтіп отыратынбыз. Ішіп алған кезінде көзіне ештеңе көрінбей, анамды тоқпақтап ұрып, үйді қиратып, алдына қойған асты ыдысымен лақтырып берекемізді алатын. Ата-апамыз бұрын қайтыс болып кеткен. Әкеміз ішіп келген кезде анам онымен өзі алысып жүретін. Біз ол кезде кішкентай едік. Әкемнің бауырлары бар болғанымен бөлек. Өз отбасылары бар. Біздің мынадай күйіміз оларды қызықтырмайтын. Біреуі келіп араласып, «Әй, қойсаңшы!» деп жаны ашып, анама араша түсіп айтпайтын. Балалық шағымыз әкемнен қорқып, кейде көршілердің үйіне қашып пысып қорқынышпен өтті. Шамамен 6-7 жас кезім ғой деймін. Анам мені жалғыз өзімді ауылдың моншасына жіберді. Өзі үй тіршілігінен қолы босамады. Моншада шомылып жатсам, арт жағымнан бір еркек кіріп келді. Оны көріп қорыққанымнан тіл-аузым байланып қалды. Монша үлкен болатын, әйелдер және ерлер бөлімі. Ана еркек шамалы қызу еді. Ішкен адамның түрін дереу ажырата қоятын едім. Қорыққанымнан тазикті қолыма алып көкірегім мен бел тұсымды жаба қойдым. Ол маған бірдеңе деп сөйлей бастады. Мен қорыққанымнан аяқ-қолым дір-дір етіп, «Мама!» деп шыңғырып жіберіп едім. Әлгі еркек зып беріп моншадан шығып кетті. Абырой болғанда ол маған тиісіп үлгірмеді. Осы оқиға балалық шағымдағы травма болып ұмытылмастай есімде қалып қойды. Әлі күнге дейін есіме түссе, бойымда бір жағымсыз сезім пайда болады. Бастауышта аяқтаған соң, ата-анам ауылда күн көріс қиындап кеткен соң, қалаға көшуге бел буды. Әкемнің үшеуі де себеп болған шығар деп ойлаймын. Өйткені әкем құрдастарымен бастары қосыла қалса, еш себепсіз ішіп кететін. Анамның ойы қалаға кетсек, ішкілігін қояр деген үміті бар еді. Қалаға келіп, нағашы әжеміздің үйінде уақытша тұрдық. Жаңа мектепке орналастық. Бастапқыда жаңа мектеп, сыныпқа, мұғалімдерге үйренісу қиындау болды. Мен оқып жүрген жылдары қыздар арасында төбелес көп болатын. Қаланың қыздарымен төбелесіп таяқ жеген кездерім болды. Төбелесуге ешқандай себеп болмаса да, қалалықтар жаңадан келген оқушыларға себепсіз тиісетін. Қалаға келіп, ата-анам базарға саудаға шықты. Үйдегі 3 бала мектепке саябаққа барып жүрдік. Ең кенжеміз балабақшаға баратын. Ауылдағы үйді сатқанымызбен қаладан үй алуға қаражатымыз жетпеді. Араға бір шама уақыт салып кейін 3 бөлмелі пәтер сатып алдық. Үйді анамның арқасында алған едік. Анам пысық жан болатын. Ал әкем болса үнемі кері тартып қалаға келсе де ішуін қоймады. Онда бір жылдай уақыт тұрған соң, әкем ішуін қоймаған соң, анам әкемді алып Алматыға кетті. Сіңілім кішкентай болған соң, оны да ала кеткен еді. Ағам, інім үшеуміз нағашылардың қолында қалдық. Нағашы атам ертеректе қатерлі ісіктен қайтыс болған. Ол кісіні көрген емеспіз. Апамыз кішкентай балалармен өзі қалған. Сонымен күндер жылжып, айлар сырғып өтіп жатты. Мектепке сол үйден барып келетінбіз. Мектептен келе сала үй шаруасына көмектесетінмін. Кешке базардан жеңгем келгенше үй жинап, ыдыс жуып, тамақтың етін, пияз, сәбіз бен картобын қуырып немесе қайнатып қоюшы едім. Тамағым бір күні дәмсіз, бір күні дәмді болатын. Демалыс күндері үйдегілердің үлкен-кішісінің барлығын пакет-пакет болып жиналған кірлерін жуамын. Ол кезде үйде қазіргі кездегідей кір машина жоқ. Суды пешке ысытып алып, жуып-шайып, сосын далаға өзім жаямын. Дала суық кезде кір жайып болғанша қолым жаурап кететін. Марқұм нағашы әжем арқасында ол үйге сыйған шығармыз деп ойлаймын. Бір күні нағашы ағамның біреуге айтып жатқан әңгімесін естіп қалдым. Әңгімеден түсінгенім, анам қаладан келсе 3 балаңды алып кет деп айтамын деп жатты. Олай айтуына да себеп бар. Ол үйде менің анамнан басқа да әжемнің қыздарының балалары жүретін.
Анамның үлкен әпкесі күйеуден жолы болмай ажырасып кеткен, бірақ бөлек тұратын. Одан кейінгі сіңілісі күйеуге шықпаған, біреуінікі қайтыс болған, біреуінің күйеуі нашақор болып ажырасып кеткен. Сондай бағы ашылмаған жандар еді. Біреуі ғана өз отбасымен тұратын. Ажырасқан қыздардың балалары бар, барлығымыз сол үйде тұрушы едік. Одан бөлек анамның бір ағасы үйленбеген, жасы біразға келіп қалған. Бір інісі ғана үйленген. Жеңгеміз бар еді. Сол жеңгемнің шыдамдылығына таң қаламын. Үндемейтін, не де болса барлығы ішінде еді. Түскі, кешкі ас дегенді 2 бөлмеге бөлініп ішетінбіз. Бір столға сыймаушы едік. Тамақ ішіп болғаннан кейін артынан ыдыс-аяқты жуып-шаю менің міндетім еді. Күйеуден қайтқан мамамның бір сіңілісі сол үйде тұратын, тек мені ғана жұмсайтын. Ыдыс-аяқ жуып, шайларын беріп, оны жинап барып, сабақ қарауға отыратынмын. Ағам мен жеңгем тамақтан соң өз үйлеріне кетіп қалатын. Өз үйі дегенім аулада 2 үй бар болатын, сонда бөлмелеріне кетіп қалатын. Немесе тез-тез шайларын беріп, жеңгем қыздарға қарап дастарханды жинаңдар деп тұрып кететін. Өмірім осылай өтіп жатты. Содан нағашылардың қолында 1 жылдай тұрған соң, анам бізді Алматыға алып кетті. Ата-анам 1999-2000 жылдары Алматыға келгендер, шағын дүкен, будка дейтін, арендаға алып немесе сатушы болып ішінде қонып сауда жасайтын. Бізде солай будкаға сауда жасап, соның ішінде тамақ шайымызды ішетінбіз. Аяғымыз созылып ұйықтай алмайтынбыз. Бұрынғы пәтерімізді анам сатуға асықпады. Әкем мен ағам жазды күні далаға жерге палас, картон төсеп дворда ұйықтайтын. Немесе жаңағы шағын дүкеннің үстіне шығып ұйықтайтын. Қалғанымыз іште жататынбыз. Дәретхана жоқ, әркімнің үйіне сұранып кіріп шығатынбыз. Онда да дұрыстап дәретке шыға алмайсың. Жуынғанда да солай еді. Алматыға келгенде шағын дүкенде істеп жүргенде күндіз бутылка жинап, оны өткізіп, ақшасын жинап, қыркүйекте мектепке керек жарағымызды алатынбыз. Шағын дүкен болмады-ау деймін. Анам базардан орын алып саудаға шықты. Бір орыстың 2 бөлмелі пәтерінің 1 бөлмесін алып тұра бастадық. Базарда шаруашылық заттарын сатып күн көрдік. Солай өміріміз бір сарында өтіп жатты. Ағам колледжде, қалғанымыз мектепте. Ол орыспен дүкенде істеп жүргенде танысқан едік. Анда-санда ақшасы болмағанда қарызға алып тұрушы едік. Жаз аяқталып қыркүйекте жақын маңдағы мектепке орналастық. Қалаға келіп орналасып жұмыс істей бастаған шағымызда да әкеміз ішуін қоймады. Өмір өз ағымымен өтіп жатты. Түске дейін сабақта болып, түстен кейін базарға барып, анама көмектесуші едім. 1 бөлме 6 жанға аздық етті ме, әлде әкем ішіп алып, шу шығарды ма анық есімде жоқ. Сол үйден келесі подъезден 2 бөлмелі пәтер тауып көшіп кеттік. Әкеміз ішкілікке жақын болып, кішкентайымыздан мазамызды алғандан ба біз тып-тыныш жүретінбіз. Көршілер кейде анамызды көріп қалса айтады екен, балаларың оңтүстіктің балаларына ұқсамайды, бұзық емес, деп. Ауылға той жиынға кетсе де өз-өзімізбен сабаққа барып келіп, тамағымызды ішіп, үйді жинап, үйде ата-анамыздың жоқтығын білдірмей жүре беруші едік. Сол үйде 2 жылға жуық тұрған соң, үй иесі үйді босатуымызды сұрады. Құдай өлтірсін бе, көшенің келесі бетінде тұрған жатақханадан 1 бөлме табылып, сонда көштік. Бір күні бірінші үйде тұрған орыс әйелді інім қоқыс жәшіктерінің қасынан көріп қалыпты. Інімді таныпты. Інім түрі аянышты болып кетіпті, деп айтып келді. Сол кісімен тұрып жүргенімізде ащы суға жақын еді. Күн демей, түн демей жатып іше беретін. Күйеуі қайтыс болып кеткен. Естуіміз бойынша үйін біреулер тартып алған ба, солай өзі далада қалған. Екінші тұрған үйдегі үй иесі де өз үйінде жуынатын бөлмеде су алып жатып, ваннаға еңкейген күйі қалып қойып, қайтыс болыпты деп естідік. Біраз күн жоқ болып кеткен соң, әлде бір жағымсыз иіс шыққан соң көршілер милиция шақырып, олар есікті аша алмай балконнан кірген екен. Сол кезде ваннада еңкейген күйінде тапқан дейді. Уақыт орнында тұрсын ба, зымырап өтіп, мектепті де аяқтап оқуға түстім. Арманым Астанаға оқуға түсу болатын. Оған жағдайымыз жетпей, мені анам Төркін жағына оқуға түсірді. Содан жастар үлкен қалаға оқуға түсіп жатса, мен керісінше шағын қалаға оқуға түстім. Бұл әрине маған ұнамады. Дегенмен жағдайымыз соған жеткен болатын. Оқуға сырттай ғана түсе алдым. Күндізгі бөлімге түсуге балым жетпеді. Соңғы сыныпты оқып жүргенде қатарластарым секілді тестке де дайындала алмадым. Сабақтан соң базарға кетемін, кешке келіп әйтеуір сабағымды шала-бұла орындап құлайтынмын. Оның үстіне әкем ішкен күні үйде тыныштық болмайтын.
Сол күйі ішкенін қоймады. Бала шағам өсті, оқуға түсірейін, адам болсын, кім қайда оқығысы келеді дегендей ойлап басын қатырмайтын. Барлық нәрсеге анам жүгіріп жүретін. Осы жағдайларды көріп отырғасын анама қарсы шыға алмадым. Содан сырттай оқуға түсіп табылған жұмысты істеп жүрдім. Сессия уақыты келгенше шағын дүкендерде сатушы болып істеп жүрдім. Клиенттердің неше түрлісі болатын. Күндіз қарызға сыра бергенім үшін түнде келіп тереземді алқаштар сындырып кететін. Өтірік құжаттарын көрсетіп, ана жерде істеймін деп қорқытып сыра, темекі алып кететіндер де болатын. Мен оны қайдан білейін? Кейін білдім оны. Осы кезде анам жүгіріп жүріп, таныстарын ортаға салып жүріп, ипотекаға жер үй алды. Ауласы, жері кең үй. Енді өз үйіміз бар деп қатты қуандық. Әкем соңында да шуын қоймады. Университетте оқып жүргенімде 3-ші курста ғой деймін, бір сессияда емтихандардан өте алмай оқудан құлап қалдым. Сабаққа ешқандай құлшынысым жоқ еді. Себебі сессия уақыты басталғанда үлкен қаладан кішкентай қалаға нағашы апамның үйіне келетінмін. Группаластарым таң қалатын. Елдің бәрі Алматыға оқуға түсіп жатса, сен неге кері қайтқансың? Деп. Сабақтан соң бірден үйге қайтатынмын. Уақытылы қайтпасам ұрыс естуші едім. Группаластарым сабақтан соң жігіттермен кездесіп қыдыруға шығып жатса, мен үйге қарай жүгіретінмін. Кафеге, туған күнге бару деген мен үшін арман болатын. Үйге келе салып, үй тірлігіне араласып кететінмін. Қыз болып сәнденіп қыдырмадық па сол кезде. Мінезімде тұйық болатын. Ешкіммен ашылып, әңгімелесіп, ойымды еркін жеткізіп сырласа алмайтынмын. Армандауды мүлде білмейтінмін. Сол кезде мұғалімдермен келісіп емтихандардан өтіп кетуге болатындығын білмеген екенмін. Кейін қайтадан қалпына келтіріп, арада біраз жыл өткен соң дипломымды қолыма алдым. Университетте оқып жүргенде қаладағы бір мекемеге жұмысқа орналастым. Онда да анам орналастырды. Менен сұраған да емес, істегің келе ме деп. Себебі қарсы болсам анам айғайлап ұрсып шығатын. Содан қорқып, ештеңе айта алмайтынмын. Анаммен ойымды ашылып сөйлесе алмайтынмын. Ауылда кішкентай кезімізде бір күні әдеттегідей әкем ішіп келіп, үйде қырғын болып, ертесіне далада анамның біреуге жылап отырып айтып жатқан әңгімесін естіп қалдым. Анам 2 қызыңның күйеуі сенен өткен алқаш болсын деп айттым деп жатыр екен. Кішкентай болсам да мына сөздер жүрегіме қанжардай қадалды. Неге олай айтты деген сауал әлі күнге дейін маза бермейді. Осы сөзден кейін бе еркек атаулыны жек көріп кеткем. Содан жұмысқа орналасып жұмысымды істеп жүре бердім. Жан-жағыма қарап бой түзеп бастадым. Шашымды кесіп, бояп, өзіме қарай бастадым. Арада біраз жылдар өтіп агент деген желі шығып жатқан кез болатын. Бір күні бір жігітпен таныстым. Ұзын бойлы, сымбатты жігіт болатын. Үйленбегенмін деп танысты. Кездесіп жүрдік. Біраз уақыттан соң саған үйленгім келеді дегенде қуанышымда шек болмады. Кез келген қыз менің жарым болса дейтіндей жігіт еді. Танысқанымызға 1,5 айдай уақыт өткенде күлімдеп шуағын шашып көктем мерекесі 8 наурыз келіп жетті. Жігітім кешкісін мейрамханаға барамыз деп шақырып қойған. Қуанышымда шек жоқ. Алайда жігітім сол күні келмеді. Кейін кездескенде бір сылтауын айтты. Солай жүріп бір күні аяғыма ауыр екенін білдім. Осы кезде ара қатынасымыз дұрыс болмай, ол қашып жүрген болатын. Звондасам алмайтын. Содан басымдағы жағдайы ешкімге айта алмай шақшадай басым шарадай болды. Анамның сыры өзіме белгілі. Сырласып ішімдегіні бөлісетін адамым да жоқ еді. Өзімді әлемде жалғыз қалғандай сезіндім. Содан жігітіммен хабарласа алмаған соң баланы алдырып тастадым. Кейіннен оның менімен танысқанда отбасылы, балалы шағалы адам екенін білдім. Арадан 2 жыл уақыт өткенде мені тауып алып, кешірім сұрап қайта кездесуге шақырғанда келемін деп алып, мен жоқ болып кеттім. Одан кейін оны көрмедім. Уақыт өз арнасымен ағып жатты. Қылышын сүйретіп қыстың аязды күндерден соң жанға жылу беретін көктем мен жадыраған қанша жас келсе де өз жартымды кездестіре алмадым. Жігіт атаулыдан көңілім қалған еді. Жұмысымды істеп жүріп жаттым. Бұл кезде мекемеде жүргеніме 7 жылдай уақыт болған. Қарапайым жұмысшыдан бөлім басшысына дейін көтерілген кезім еді. Тек осы кезде ғана тұрмысқа шығу туралы ойлана бастадым. Бұл кезде жасым 27-де болатын. Туыстармен кездескенде бәрі қашан кетесің деп жанымда ауыртатын. Баяғы ұяңдығыма салып еш нәрсе айта алмай жүрегім ауыратын. Оңашада жылап алатынмын. Неге мен тұрмыс құра алмаймын деп, кімнен қай жерім кем деп, кейде түнде көз ілмей жылап шығатын едім. Түндерде жылап шығатынымды жан баласы білмеуші еді.
Анам үнемі әкемнің арағымен алысып жүретін. Анаммен мүлде бұл туралы сөйлесе де алмаймын. Себебі бір нәрсе болса, елдің қыздарымен салыстырып, әсіресе көпшілік ортада болса, елдің қызы пысық, біздікі әлі жүр, бір жігіттің етегінен ұстай алмай деп шығатын. Көбінде той жиынға үйдегілермен бармауға тырысатынмын. Елдің сөзінен жаным ауыратын. Алла тағаладан қанша тілесем де ойымдағы азамат кездеспейтін. Бір күні түнде ұйықтап жатқанда телефон шырылынан ояндым. Қарасам, бұрын үйленуге ұсыныс айтып, кейін өзгеге үйленіп кеткен жігіт. Қалаға қызмет бабымен келген екен, кездесуге шақырды. Арада қаншама жыл өтсе де, оны көргім келетінін сездім. 2 күннен соң кездесіп кешкі ас іштік, әңгімелестік. Шетелде оқуда болыпты. Сен негізі менің әйелім болуың керек еді, деді. Кездесіп тұрғысы келетінін, тастамайтынын жеткізді. Мен осы кезде жасым болса 30-ға жақындап келе жатыр. Енді тұрмыс құрамын ба, жоқ па деп, бұрын ұнатқан адамым болған соң, оның үстіне бір рет шалыс басып баламды алдырып тастаған соң, өзімді тұрмыс құруға лайықсыз көріп, онымен қалуға шешім қабылдадым. Екеуміз 2 қалада тұрып жаттық, Алматыға жиі келіп тұратын. Арада 1 жыл өткенде аяғым ауыр екенін білдім. Оған хабарласып айтқанымда алғашында сөйлеспей қойды. Қатты қорқып, жылап отырып, туыс жеңгеме звондап еңкілдеп өз-өзімді тоқтата алмай жылап отырып айтып бердім. Әрине, туып ал деді. Алдырма, қаламасаң туып маған бер деп те айтты. Мен не істерімді білмей қалдым. Бір уақытта жігітім хабарласып, қаланың сыртына жұмыспен шығып бара жатырмын, кешке кездесеміз деді. Көңілім орнына түскендей болды, бірақ мен ерте қуаныппын. Кешке жолығып сөйлескенімізде баланы алдырып тастайық, бізде бәрі жақсы болады. 1 жылдан соң балалы боламыз. Мен кішкене жағдай жасап алайын деп жаным, дегенде қалай келіскенімді білмей қалдым. Қыз баланы жылулық пен мейірімге, махаббатқа бөлеп, мәпелеп өсірмесе кез келген адамның жылы сөзіне еріп кете береді екен. Оны мен кеш түсіндім. Ертесі бірге дәрігерге барып УЗИ түстік. Жүктілігім расталды. Дәрігер баланы алдырмауға тырысты. Жасың 30-ға жақындап қалған. Бұдан кейін балалы бола алмай қалуың мүмкін, дегеніне қарамай баланы алдыратын болдым. УЗИ нәтижелерін қарап отырып, мерзім өте кішкентай, дәрімен толық түспей қалу мүмкін деп, 1 айдан кел деп жіберді. 1 айдағы жағдайымды сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Біресе баланы қалдырғым келеді, біресе жігітімнің сөзі есіме түсіп айнып қаламын. Туыс жеңгем анаңмен ақылдас түсінер деп қанша айтса да мен айта алмадым. Айтқым келіп қанша қасына отырып оқталсам да бата алмадым. Біреу қалайсың деп бетіме қарап сөйлесе, өкіріп жылап жіберуге шақ қалар күйде жүрдім. Ешкіммен сөйлеспеуге тырысатынмын. Жұмыстан келіп бөлмеден шықпайтынмын. 1 ай өтіп гинеколог қабылдауына болып, дәрігер дәрілер тізімін және қай дәріні қай кезде ішу керектігін түсіндіріп жазып берді. Айтылған уақыт бойынша дәрілерді қабылдап, баланы түсірдім. Дәл осы кезде үйде болатынмын. Дәрі әсер ете бастағанда 2 бүктеліп жатып қалдым. Тек түстен кейін ғана есімді жинап, өзімді күштеп тұрғызып, сорпа қайнатып ішіп алдым. Ешкім ештеңе білмей қалды, бірақ бала түскеннен кейін қатты өкіндім. Өзімді жек көріп кеттім. Содан жігітім жұбатып жүріп өзіме келгендей болдым. Жұмысымды ауыстыруға бел будым. Бір орында қалғым келмеді. Мен жұмыс істеген мекемеде жоғарылау ұзақ мерзімді қажет ететін. Әкімшілікке жұмысқа кіргім келіп, тест тапсырып, сертификат алып, конкурстарға қанша қатыссам да жұмысқа тұра алмадым. Қалайда әкімшілікке жұмысқа кірем деп конкурс қажет етпейтін бөлімге жұмысқа орналастым. Жаңа жұмысым өзіме өте қатты ұнады. Сол бөлімде істеп жүргеніме біраз жыл өткенде әріптесім біреуден жұмысты тездетіп жасап бермекші болып, ол үшін ақша сұрағаны белгілі болып, оны басшылық біліп қойған соң жаланы қасында отырған маған жауып жіберді. Содан басшылық тарап жұмыстан кетіңдер деп, мен болсам фото, видео, аудиозаписпен дәлелдеңіздер, әйтпесе сотқа өзім арызданамын деген соң мені басқа бөлімге ауыстырып жіберді. Жала жабуының себебі бөлім басшысы менің жасаған жұмысыма көңілі толуы деп ойлаймын. Ал ол қыз үнемі ескерту алып жүретін. Алдына келген азаматтармен дұрыс сөйлесе алмайтын, жұмысы тиянақсыз болатын. Мен жұмысымды өте тиянақты орындаушы едім. Жоғары тұрған мекемелер тексеріспен келгенде менің жұмысымнан минус таппайтын. Бөлім басшысы мені мақтағанда жек көріп отыратын. Себеп осында деп ойлаймын. Аққа құдай жақ деген мен басқа бөлімге ауысқан соң одан ары жоғарылап жалақым көбейіп дегендей жүріп жаттым. Ана қыздың маған жала жапқанын бәрі білді және жұмыста қадірсіз болып қалды. Жігітіммен кездескелі 5 жылдан аса уақыт өткенде
Ақыры бірге болатын болсақ, неге қидырайық дедім. Әне қиямыз, міне қиямыз. Уақыт болмай жатыр деп жүргенде арада тағы да 2 жыл уақытта өтіп кетті. Ұрыс-керісіміз де көбейіп кетті. Қанша кеткім келсе де оны қимайтынмын. Жылдар өте бауыр басып қалады екенсің. Одан басқа жігітті көзім көрмейтін. Оның қасында болған кезімде бар дүниені ұмытатынмын. Басқамен таныстырғысы келетіндерге жігітім бар деп жолатпаушы едім. Жігітіме қасыңа барам десем, не бір сылтауды айтып, өзім айтам деп үнемі кейін шегіретін. Бір күні басқа қалаға қоныс аударам деп шештім, яғни оның қаласына. Содан бір күнде жұмысымнан шығып кетіп, оның қаласына көшіп келдім. Әрине, айтпай тосын сый жасап келдім. Оны білген ол кері Алматыға қайт деп ұрысты. Неге жұмыстан шығасың деп. Мен қайтпаймын, сенің қасыңда боламын деп қалып қойдым. Содан ол үн-түнсіз жоғалып кетті. Байланысқа шықпады. Хабарлама жаздым, пәтер тауып жұмысқа орналасуға көмектес деп. Жауап болмады. Содан оның мені тастап кеткенін сездім. Мүлде байланысқа шықпай қойды. Тек осы кезде ғана тағы да алданғанымды білдім. Әрине, көңілім құлазыды. Сенген адамым құздан құлатып жібергендей болды. Бұрынғыдай жылап сықтамадым. Сонымен үлкен қалада өзім қалып қойдым. Өзімді қолға алдым. Пәтерде табылды. Жұмысқа да орналастым. Қазіргі кезде жағдайым Аллаға шүкір жақсы. Ендігі арманым ойымдағы жанды кездестіріп тұрмыс құрып, адал жар балалы болу, ізетті келін болғым келеді. Алладан үмітімді үзбей келемін. Ата-анам қазір Алматыда тұрады. Ағам үйленіп, некесі сәтсіз болып 7 жылдан соң жеңгем 2 баланы алып кетіп қалды. Себеп ағамның ішкілікке салынып кетуінде еді. Қосымша жұмыс жасағысы келмейтін. Қолы боста тек телефон қарап үйде жататын, немесе көшеге шығып ішіп келетін. Інім де үйленіп, қазір Құдайға шүкір балалы шағалы, жұмысы бар. Өзімнен кейінгі сіңілім де әлі тұрмыс құрмады. Жасы 30-ға келді. Үйдегі атмосферадан қашып, өз үйі бола тұра тұрақты жұмысы болмаса да пәтер жағалап кетті. Ата-анамның туыстармен қарым-қатынастары өте нашар. Той жиынға кейде шақырылмай қалады. Әкемнің ішкілігі бар. Одан кейін анам қанша жерден пысық болса да өтірік көбірек айтатын еді. Кейде әкем көшеден маманың өтірік айтқанын біреулерден естіп келіп ішіп алып ұрыс шығаратын еді. Бір жаманы мама онысын мойындамайтын. Оны бұрын байқаушы едім. Есейе келе түсіндім. Қазір екеуі де зейнеткер. Заңды түрде ажырасып кетсе де бір шаңырақ астында тұрып жатыр. Одан кейін ата-анам таңғы шай болсын, түскі ас болсын, басқа біреулердің бала-шағасын әңгіме етіп отыратын. Ананың келіні кетіп қалыпты, қызы күйеуден қайтып келіпті деп анамды түсінем. Өмір бақи әкеммен алысып келеді. Әлі шуын қоймады, бірақ айтқан ауыр сөздерін ұмыта алмаймын. Осы айтқандарының жазасын біз алып жатырмыз ба деп ойлап қаламын кейде. Себебі мені жігітіммен кездесіп жүргенде бір жігіт алып қашып кетті. Айқай-шумен тағдырым осы шығар, әке-шешем ұялмасын деп қалдым. Күйеуім үйдің үлкен баласы. Жұмысы бар болатын, айлығы аз, әпкесі және өзінен кейін 2 інісі бар. Бір ай ғана тұра алдым, себебі болашақ көрмедім онымен, жалқау болатын. Қосымша табысы тапқысы келмейтін. Және кейін мен оның 3-ші әйелі болғанымды білдім. Білген кезде уксус ішіп өлгім келген. Ашылып сөйлеспеппіз де, атам ғана жақсы, енем нашар адам болып шықты. Бір үйде 3 келін тұрдық. Менен кейінгі келін момындау, басын есеге тығып тастаған. Оны өзі жұмыс деп жауып жүретін. 3 баласы бар. Кіші келін орыс тілді, ашық, пысық, оның 1 баласы бар. Қайын апамның 5 қызы біздің үйде тұратын. Өзі күйеуімен бірге 2 күннің бірінде үйде жүретін еді. Қайналарымның тұрақты жұмысы жоқ, таксовать ететін. Қан табыстарын күнінде кешке енемнің қолына беретін. Жұмыстан келсем, жұмысыңды қатырып келдің бе деп енем отыратын. Сонда да енді өз үйім ғой деп жұмыста жүргенде түскі үзіліс кезінде дүкенге барып азық-түлік алып салат дайындап үлгеріп кешке үйге әкелетінмін. Осыны да салат деп отырсың ба деп отыратын. Қолдан кеспе жасап сорпа қайнатып беріп отырсам да ұнатпайтын. Өмірі жақындап көрмеген сиырды жиіркеніп отырсам да саудым. Енем өте салақ адам болатын. Үйде маған дейін 2 келін болса да үй сыпыратын сыпыртқы не пылесос жоқ еді. 2 қабатты үйді кілем тазалайтын щеткамен тазалап шығамын деп өліп қала жаздағанмын. Одан сыпыртқы, ыдыс жуатын гель деген сияқты керек жарақтарды алып келсем де жақтырмайтын. Қалың мал берілмеді. Үйтіп-бүйтіп жүріп өлі-тірі дегенді де зорға берді. Беташарым жасалмады, тойда жасаймыз деп. Үйге киетін бір ғана халат пен іш киім алып берді. Болды. Киім келгенше деп сіңіліме айтып үйден өз киімдерімді алдырдым. Қалың мал бермеген соң үйдегілер киім әкелеміз десе де алдырмай қойдым.
Күйеуіме бөлек шығайық, екінші жұмыс істе десем де қимылдамайтын. Ешқайда кете алмайсың деп күйеуім өзіне тым сенімді еді. Шыдамым бір айға ғана жетті. Үйден анам мен жеңгелерімді алдырып бір күнде жиналып кетіп қалдым. Ешкімнің сөзін тыңдамадым. Енем алтын сырға тағып күйеуімнің айлық картасын берген, онда да дым ақша жоқ. Көзіне көрсетіп алтын сырғамен қосып тастап кеттім. Мен кеткен соң енем үйге ине тығып кетіпті деп өсек шығарған. Оны естіп сотқа берейін дегенде үлкендер жазғызбай қойған. Аллаға тапсырдым деп қоя салдым. Бала болмай кеткеніме қуанамын.